Олар қауіп төнгенде адамды тастап кетпеді. Керісінше, оған тірі қорған болды. Табиғаттың алдында дәрменсіз екенімізді түсінеміз. Бірақ үміт үзілген жоқ. Адасқан бала, долы боран, қараңғы түн, жолсыз дала, жан жылуы және сенім туралы қалай аман алып қалғанын. Әрбір сәт қайталанбас өнер туындысы, ескі елесі дір еткендей болды. Басталардай ертегі, шексіз мейірім мен адалдық бейнеленген. Ой, шіркін-ай, рахаттанып қалдым ғой. Бүгін мына әппақ кең кенепке ерекше бір сыр бүккен сурет салғым кеп тұр. Бұл кенептің жөні бөлек, өйткені мұны мен өз қолыммен жасадым. Біздің ауыл өркениеттен жырақ шал қайда жатыр. Мұнда арнайы суретшілер дүкені түгілі. Қарапайым дүкендердің өзі санаулы ғана. Ал интернеттен тапсырыс берейін десең, біздің ауыл тіпті карта бетіне де түспеген. Жеткізу қызметі де жолын таба алмайтын, әлемнен жасырынған мекен бұл. Бірақ мұның да өз сұлулығы бар. Шектеулер нағыз шығармашылыққа жетелейді екен. Керек заттың бәрін қолдан жасап, әр детальға жүрек жылуын қосасың. Ендеше осы кенепке қысқы даланың хикаясын, қойшы бала мен оның адал достарын салып жатырмын. Біз көбіне адам табиғаттың қошасы деп ойлаймыз. Бірақ сәтсіздікке ұшырағанда, табиғаттың алдында дәрменсіз екенімізді түсінеміз. Бұл туындыда мен сол нәзік байланысты көрсеткім келді. Адасқан бала, долы боран, бірақ үміт үзілген жоқ. Қараңызшы, мылқау жануарлардың түйсігі қандай күшті. Олар қауіп төнгенде адамды тастап кетпеді. Керісінше, оған тірі қорған болды. Бұл картина жай ғана боранды түн туралы емес. Бұл қиын сәтте бір-біріне пана болу, жан жылуы және сенім туралы. Момын мінез, мөлдіреген көздері, жылу сыйлар үнсіз ғана сөздері, мыңғырған мал, берекесі ауылдың, қазағымның таусылмайтын өскені. Шығармашылық жаныңды емдейтін терапия. Шопан атаның қасиетті төлі, жібек жүнді қоңыр қозым, момыным, жарықтығым, даланың жуасы. Ойбай-ау, бізде де боран басталып кетті ғой. Мына желдің ызғырығын-ай. Суретке қарасаңыз, табиғаттың қатал мінезін көресіз. Ұлыған боран, қараңғы түн, жолсыз дала. Бірақ ең бастысы бұл емес. Назар аударыңызшы, қорғансыз қалған кішкентай қойшы баланы 4 түлік мал қалай аман алып қалғанын қараңызшы. Қойлар үркіп қашудың орнына өз иесін, кішкентай досын ортаға алып тығыз шеңбер жасап тұр.
Олар өз денелерінің жылуымен баланы аяз бен желден қорғауда. Бұл жерде тек суық емес, шексіз мейірім мен адалдық бейнеленген. Арасында үзіліс жасап, қысқы даламен қауышып, қайта келгенде картинаның толықтай дайын болғанын сіздерге көрсетемін. Жел тоқтап, жайма шуақ орнапты. Көзбен қолды тынықтырып, таза ауа жұтып қайтайын деп далаға шықтым. Қысқы табиғаттың өзі дайын картина сияқты. Ақ ұлпа қар, сұрғылт аспан, ауылдың мамыражай тіршілігі. Желтоқсан айы, айналаның бәрі әппақ қар. Мен серуендейтін көлдің беті мұз болды. Көктемде мұздың бәрі ериді. Сол кезде көлдің жағасында жүріп, тағы да серуендеймін. Көктемде әртүрлі құстар келеді. Көлдің беті әдемі болады. Азан, қазан болады. Құстармен. Осы салқын ауамен тыныстағанда бойыңа жаңа күш құйылғандай болады. Нағыз ем дерсің. Ауылдың қысы ақ ертегідей. Әрбір сәт қайталанбас өнер туындысы. Ой, шіркін-ай, рахаттанып қалдым ғой, қысқы далада серуендеп. Жылтырақтарды ілгенде, бала күнгі үміттің ескі елесі дір еткендей болды.
кіріп келе жатқан жаңа жылдың мерекелік күндерін жарық қылсын. Сыртта аяз, ал үйде шырша сәні. Жарқырайды үміттің моншақтары. Осы сәтте уақытта тоқтап қалып, басталардай ертегі жақсы аттағы. Осындай екі постер салып іліп қойдым. Қалай қарайсыздар? Жараса ма? Бола ма? Айтыңыздаршы. Мынау көл жаққа қараған беттегі терезе. Ал мынау күн шығыс жақтағы дәу терезе. Дала бораны қанша қаһарлы болса да, тіршілік жылуын жеңе алмайды. Мына кішкентай қойшы бала бүгін жалғыз емес, оның айналасында үнсіз қорғаушылары, адал достары бар. Жүндес денелерден шыққан жылу баланы үсік шалудан сақтап, таңға дейін аман жеткізетіндей. Кейде нағыз батырлық үнсіз ғана жасалады. Бұл туындымның атауы қойлар қорған болған боранды түн.